Аймақта алапат өрт оқиғасы болды. Бұл жылы қызыл жалын далалы алқапты шарпыды. Өрт жайлаған жер ат шаптырым аумақты құрайды. Тілсіз жауды тоқтатуға қанша адам жұмылып, неше техника тартылды. Ол жағын оқиға орнына барып, өртті ауыздықтауға ат салысқан арна тілшісі Нұрлыбек Алтынбек айтсын. Алапат жалын уақыт өткен сайын үдей түсті. Табиғи апаттан туындаған тілсіз жауды тоқтатуға жауаптылар жедел жетті. Бірақ бет қаратпас жалын әлі де бой берер емес. Өртті өшіруге сақадай сай дайын келген төтенше топ тәжірибелі екендерін тағы бір дәлелдеді. Бұл мен тұрған жер Ақбұлым ауылы. Мұнда қауіпті кезең өрт сөндіру бойынша оқу практикалық тәжірибесі жүруде. Мұндағы қатысушылар штаттың дер кезінде құрылуы және де даладағы өрттің сәтті өшіру туралы амалдарын көрсетіп, біліктіліктерін арттыруда. Оқу жаттығуына қатысқан өрт сөндірушілер табиғи өрттің алдын алудың әдістерін толығымен көрсетті. Өрт бақылау мінбесіндегі кезекші диспетчердің белгі беруінен бастап шұғыл штабтың құрылуына дейінгі амалдарын пысықтады. Алдымен отты тоқтату үшін жалын шарпыған аумақтың айналасын трактормен қазып шықты. Тек осыдан кейін өрт сөндіру машиналары су септі. Өрт тактикалық оқу жаттығудың мақсаты кенеттен келген тілсіз жауға қаншалықты дайын екенін тәжірибе жүзінде тексеру. Осы кезде облыстағы барлық 15 орман шаруашылығында кеше бүгін осындай өрт тактикалық жаттығулар өтуде. Биылғы жазғы өрт қауіпті кезеңге дайындық мәселесі 23 сәуірде облыстық төтенше жағдайлардың алдын алу және жою комиссиясының отырысында қаралып, орман және дала алқаптарын өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен алдын алу шараларының жоспары бекітілді. Табиғи өрттің алдын алу мақсатында шараға төтенше жағдай бөлімдері, жергілікті полиция қызметі және жергілікті атқарушы органдар жұмылдырылды. Жалпы саны 160-тан аса адам, 26 техника қатысты. Барлығы арнайы қорғаныш киімдермен жабдықталған. Су себіп өрт сөндіріп жүрген қызметкерлерде міндетті түрде бас қорғанышы болуы керек. Бүгін Ақбұлым ауылында осы оқу жаттығуға Жамбыл ауданы және Байзақ ауданының орман жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің күштері, ерікті өртке қарсы құрылымдар және де Жамбыл департаментінің өрт сөндіру бөлімдерінің күштері мен құралдары жұмылдырылды. Өткен жылы облыс аумағында 78 өрт тіркелген, оның ішінде 19-ы орман өрті. Салдарынан бюджеттен 15 миллион теңгеден астам қаражат шығын келген. Биыл облыстық бюджеттен орман қорының аумағын тілсіз жаудан қорғау үшін 40 миллион теңге бөлініп отыр. Нұрлыбек Алтынбек, Самғат Қойшыман, Ернар Сегізбаев, Тараз 24.